31 мамыр халқымыздың қасіретті тарихын еске алу күні. Бұл саяси қуғын-сүргін мен ашаршылық құрбандарына тағзым етіп, өткеннен сабақ алатын маңызды сәт. Бүгінгі бейбіт өмір үшін күрескен ардақты тұлғаларымыздың рухына бас ию ұрпақтың парызы. Осыған орай Шымкент қаласындағы Қасірет мемориалында саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алуға арналған іс-шара өтті. Бүгінгі болып жатқан іс-шара бұл 31 мамырда еліміздің саяси қуғын-сүргінінде жазықсыз жапа шеккен, зұлмат заманында жоқ болып кеткен қазақтың және қазақ жерін мекендеген басқа да ұлттардың ата-бабаларын толық еске түсіру, солардың әруағына құран бағыштау, солардың әруағын қайтадан халықтың санасына, жадысына қайтадан оралту күні болып есептеледі. Саяси қуғын-сүргін бұл елімізде 1920-50 жылдарда аса қарқынды жүріп, сталиндік режимнің салдарынан халықтың 2/3 жойылып кеткен болатын. Осындай зұлмат заманнан тірі қалған ұрпақтардың бүгінгі күнде осы еске алу салтанатты шарасы өте маңызды іс-шара, жастардың санасына тарихтың сабақтастығын қалыптастырып беретін іс-шара деп айтсақ орынды болады. Тарих ұмытылмауы тиіс тағылым. Саяси қуғын-сүргін мен ашаршылық құрбандары елдің ертеңі үшін жанын қиған ұлт зиялылары. Олардың рухына тағзым ету, есімдерін жаңғырту, өткенімізге деген құрмет, болашағымызға деген жауапкершілік. Елімізде мұндай зұлматтар ешқашан қайталанбасын. Бірлігіміз бекем, тәуелсіздігіміз баянды болсын.